Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен пекинский капустадан салат дайындайтын боламыз. Майонезді салат. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 2 қызанақ, 1 огурцы, 1 чеснок және де кукуруз, дәміне қарай тұз, бұрыш, майонез және пекинский капуста керек болады. Капустамызды жақсылап осылай біртіндеп ашып аламыз, әдемілеп. Сосын ортасындағы қатты жерін алып тастап, жұмсақ жерін ортасынан бөліп, әдемілеп турап алатын боламыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін. Осылайша барлық капусталарды турап, әдемілеп аламыз. Енді қызанағымызды алып, бұны да тураймыз, майдаламаймыз, осылай үлкен-үлкен етіп турап алатын боламыз. Қатты майдаламаңыздар. Қатты майдаласаңыздар су шығып кетеді, езіліп. Осылай қызанағымызды турап алып, ыдысымызға салып аламыз. Енді огурцымызды да майдаламай, осылай кубиктап, үлкен-үлкен кубиктап турайтын боламыз. Оны да ыдысымызға салып аламыз. Енді жұмыртқамызды да дәл солай қатты майдалап қажет емес. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды салдық. Енді оған кукурузымызды салып алатын боламыз. Сосын дәмдеуіштеріміз тұз, бұрыш және де чеснок. Барлығын салып, жақсылап. Сосын үстіне майонезімізді саламыз. Майонезді мен көбірек қосамын. Әркім қалауынша қосса болады. Көп қосса дәмдірек болады. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, уже біздің салатымыз дайын. Көп уақыт алмайды. Көп зат керек етпейді. Бір пәсте дайын болады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді салат болып шығады. Өте оңай, өте тез дайын болады. Дайындап қойып, бірнеше сағат күтіп қажет емес. Дайындай сала дастарханға ұсына беруге болады. Өте дәмді, өте оңай, өте тез болып дайын болатын салат. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Дайындап көріп, отзывтарыңызбен бөлісіңіздер. Маған тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.